Ассалаумағалейкум, еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және сурдады маша Самалжан Темір. Бүгін алғыс айту күні. Мейрамда Қазақстан жұртшылығы алғаш рет атап өтуде. Бұл күні ренжіскендер татуласады, адамдар бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді. Мерекеге арналған басты шара елордада өтті. Оған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Мұхтар Ыбырайым жалғастырады. Көктемнің алғашқы күні алғыс айту күні. Көпұлтты Қазақстан үшін бұл мерекенің мәні зор. Себебі дәл осы күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Бүгінде бір шаңырақтың астында 100-ден астам ұлттар мен ұлыстар өмір сүріп жатыр. Елбасы барша қазақстандықтарды бүгінгі мерекесімен құттықтады. 20 ғасырдан бері 5 миллион 600 мың адам Қазақстанға қоныс аударған. Тағдырдың соқпақ жолында қуғын сүргінге ұшырағандар қаншама. Олардың барлығы қазақ жерінен пана тауып, көсегесі қазақ елімен қатар көгерді. Бұл күн отандастарымыздың және еліміздегі түрлі этностардың бір-біріне қиын қыстау кездерде қол ұшын беріп көмектесіп, әлсіреп келген, аш келген адамдарды аяғынан тік тұрғызып, алғысын білдіріп жатқан әрбір ұлттардың өкілдеріне біз де өз алғысымызды айтамыз. Біз осындай ұлан-ғайыр жерді, осындай елді бізге мирас қып тапсырған, қан төгіп жерді алып қалған ата-бабаларымызға бүгін алғысымызды айтамыз. Мен алғыс айту күні игі дәстүрге айналып халқымыздың ең сүйікті мерекелерінің бірі боларына сенемін. Қазір әлемде ахуал тұрақсыз, дінаралық, ұлтаралық қақтығыстар, саяси шиеленістер көп. Бұл орайда тату тәтті бірлігі жарасқан Қазақстан көпке үлгі. Тек сол бірлікті қадірлей білу керек деді елбасы. Алғыс айту күні ынтымақты нығайту үшін белгіленді. Бірліктің бастауы болмақ. Елбасы да осы күнді пайдалана отырып, әріптестерінен кешірім сұрағанын жасырмады. Адамдар бүгінгі күні егерде кемшіліктер болса, қатты сөздер айтылса, өкпесі болса, кешіріп бәріне болғандарды мен өзімнің әріптестеріме бүгін таңертең бәрінен кешіріп сұрадым. Жұмыс бабында ренжіп, ұрысқан болсам, көңілдерін түсірген болсам, бүгіннен бастап барлығын кешіріп, жаңа қарым-қатынасты бастайық. Кешірімділіктің басы әр жерде де, жанұяда да, жастардың арасында, үлкендердің арасында үлкен керемет күш. Жат жерге қоныс аударған өзге ұлт өкілдерінің айтары алғыс қана. Бабаларының басынан өткен қиындықтар жайлы бүгінгі ұрпақ жақсы біледі. Әуелі дархан қазаққа ризашылығын жеткізді. Біздің ата-бабаларымыз осы 44-ші жылы жер аударып келген кезде қазақ халқы оларды қуанышпен, достықпен, бауырмашылықпен қарсы алған болатын. Солардың бәрін бізге олар әрқашан айтып отыратын еді. Біз ол айтқандарды ешқашан ұмытпаймыз. Өзімізден кейінгі ұрпақтарға оларды айтып отырамыз. Осы қазақ халқының біздің халыққа деген көмегі шексіз, сондықтан біздің де алғысымыз қазақ халқына деген өте шексіз. Бұл жетістіктер ауыз бірліктің арқасы. Баға жетпес бейбітшіліктің құндылығын елбасы тағы бір мәрте еске салды. Сөз соңында барлық отандастарына ризашылығын білдіріп, алғысын айтты. Мұхтар Ыбырайым, Еділ Ермекбаев, Хабар, Астана. Тоталитарлық жүйенің өктемдігімен Қазақстанға күштеп көшірілген көп ұлттың бірі корейлер. 1937 жылы қиыр шығыстан ауған жұрттың алғашқы тобы қазіргі Алматы облысының Қаратал ауданына табан тіреген еді. Осы өңірдегі Бастөбе ауылында жыл сайын мыңдаған адамның қатысуымен митинг өтеді. Биыл сол дәстүрлі жиын алғыс айту күніне орайластырылып, ерекше мазмұнда ұйымдастырылды. Өңірдегі тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар жалғастырады. Қазақстанда тұратын корей диаспорасының әрбір өкілі үшін Бастөбенің орны бөлек. 1937 жылғы күздің қара суығында алғашқы эшелон осы жерге келген еді. Олар қиыр шығыстан жер аударылған корей отбасылары болатын. Кеңестік биліктің Қазақстанға көшірген алғашқы тобы да осылар болған. Алғашқы күндері олардың жағдайы өте қиын болды. Жертөле қазып, оның бетін қамыспен жауып, амалдап күн көруге тура келді. Олардың жергілікті тұрғындармен тілдесуіне НКВД рұқсат бермейтін. Дегенмен осы маңайда тұратын қазақтар көмектерін аяған жоқ. Бірі тамағын, тағы бірі басқалай жәрдемін беріп, мал бағуға да үйретті. Көктемде егін егу басталды. Корейлер күріш егуге кірісті. Кейін оны жергілікті халықтар үйреніп, жылдар өте келе бұл дақыл аймақтың байлығы мен мақтанышына айналды. Жалпы бұл өңірге тоталитарлық жүйенің зұлымдығымен 20 мыңдай адам амалсыз қоныстандырылды. Осыдан бірер жыл бұрын корей диаспорасының өкілдері бұл жерге қазақ халқына мың алғыс монументін орнатты.
Бұл осында алғаш келген корейлердің елге бауыр басып, жермен жұмыс істеуге және тіршілік етуге мүмкіндік алғандар үшін олардың бүгінгі ұрпақтарының алғысы ретіндегі белгі. Жыл сайын мұнда мыңдаған адамдар жиналады, сталиндік қуғын сүргін құрбандарын еске алады, ал қазақ халқына құрмет көрсетіп, алғыс айтады. Мен ол кезде 15 жаста едім. Есімде қалғаны жергілікті адамдар бізді бірден қамқорлық қалды. 37-ші жылы қазақтар да қиын жағдайда еді ғой. Соған қарамастан қолындағы барын аяған жоқ. Сондықтан бүгінгі алғыс айту күні тамаша мереке. Рахмет айтамын. Біз бұл күнді әрдайым насихаттауымыз керек. Бүгінгі жиынға Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері, ақсақалдар, еңбек ардагерлері, этномәдени орталықтардың өкілдері қатысты. Тағылымды шара барысында қазақ халқына тағзым атты әдеби көркем композиция көрсетілді. Соңынан аудандық мәдениет үйінде үлкен концерт болды. Тілеуқабыл Мыңжасар Олжас Байбосынов, хабар агенттігі, Алматы облысынан. Камса Хамнида, Оңтүстік Корея тұрғындары қазақ халқына деген алғысын осылай білдіреді екен. Таңшық елінен әріптесім Владислав Цойдың репортажы. Психолог Надежда Ким Сеулдың элиталы ауданы Итевонда тұрады. Осында еңбек етеді. Ол Кореяға ұлы Дениспен бірге Тараздан 1996 жылы көшіп келді. Әкесі Ким Хё Джин бұл елге еңбегі сіңген қайраткер болғандықтан азаматтыққа тез арада қол жеткізді. Кореяда тұрғанына 20 жыл болса да, Надежда Ким мен Денис Ян Қазақстанды ешқашан естен шығарған емес. Әлі күнге дейін қазақша сөздерді қолданып, қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайды. Қазақстан это... Біріншіден, Қазақстан менің кіндік қаным тамған жер. Сондықтан қайда жүрсем де, ол менің отаным болып қала береді. Міне енді, шынымды айтсам сол. Қазақстан сан қырлы ерекше ел. Мен оны өте жақсы көрем. Сондықтан оны жиі еске алам. Денсаулығым болып, жағдайым келсе, онда қалған дос-жарандарыма жиі барып тұрғым келеді. Оңтүстік Кореяның Паджу қаласы шығармашылық адамдар мекеніне айналды. Мұнда жазушылар мен суретшілер тұрады. Солардың бірі жерлесіміз Михаил Пак. Михаил Пак Корея ғана емес, тмд елдеріне де жақсы танымал жазушы әрі суретші. Зайыбы екеуінің тағдыры қазақ жерімен тығыз байланысты. Саламатсыз ба? Я қазақстанец. Мен Қазақстанда 20 жылдай тұрдым және өзімді қазақстандық деп атаймын. Өйткені дәл осы Қазақстанда мен жазушы, суретші ретінде қалыптастым. Мои родители попали в город Казалинск. Қазақстанға жер аударылған кезде менің атанам Қазалы қаласына қоныстаныпты. Оларды пойыздан айдалаға түсіріп кетіпті. Сонда қарапайым қазақтар баспанасымен бір үзім нанымен бөлісіп аман алып қалыпты. Ата-анам өле-өлгенше қазақ халқына алғыстарын жаудырып отыратын еді. Михаил Пактың Қазақстанға деген сүйіспеншілігі оның кітаптары мен картиналарында көрініс тапқан. Мысалы, мына туындысында Алматы облысындағы гүл алқабы бейнеленген. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Dance Nation на радио Громко FM. Қазір Денистің өз кәсібі және радиостанциясы бар. Ол Сеулдың орыс тілді тұрғындар үшін би кештерін өткізіп тұрады. Ол ұсынатын музыкалық шығармалар арасында Серік Мусалимовтың «Менің Қазақстаным» әні де бар. Өзінің тарихи отанына қайта оралса да, Денис туған жерін, нағыз отаны Қазақстанды ешқашан ұмытпайды. Владислав Цой, Ли Сан Хён, Оңтүстік Корея. Сан ғасырлық тарих жұртшылыққа ұлттық киімдер арқылы насихатталуда. 1 наурыз алғыс айту мерекесіне орай Теріскейде Ethno Fashion ұлттық киімдер фестивалі өтіп жатыр. Петропавлда алғаш рет ұйымдастырылған іс-шараның басқасында әріптесім Самат Қайырденұлы жүр. Самат, мереке құтты болсын, байқаудың ерекшелігі неде? Қайырлы күн, Бауыржан. Шынында да бүгінгі фестивальге қатысып жатқан өзге ұлт өкілдерінің киімдерінен тарихтың жарқын беттерін айқын аңғаруға болады. Байқаудың басты талабы да осы. Яғни шараға қатысып жатқан өзге ұлт өкілдері өз ұлтының мәдениеті мен дәстүрін
ұлықтаулары тиіс. Яғни бүгінгі байқауға 27 азамат қатысуға ниет білдірген. Жұп-жұпқа бөлінген олар 10 этно-мәдени бірлестіктердің атынан сынға түсіп жатыр. Бағын сынаушылар негізінен костюмдерін барынша бүгінгі үрдіспен байланыстыруға тырысыпты. Фестиваль негізінен 3 кезеңнен тұрады. Алғашқысында қатысушылар бір-бірінің костюмдерінің сәйкестігін ажырата білу керек, екіншісінде ұлттық тағамдарын анықтайды. Ал соңғысында қарсыластарының әуендерін тауып, ұлттық биін нақышына келтіріп, билеп берулері шарт. Бүгінгі байқау алғыс айту мерекесіне орайластырылғанын айта кету керек. Сондай-ақ өңірде бүгінгі мейрамға орай зейнеткерлерге де тосын сый жасалды. Олар яғни бір күндік қоғамдық көлікте бір күн тегін жүру мүмкіндігіне ие болды. Мендегі бар ақпарат осы. Астана. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Солтүстік Қазақстан облысындағы тілшіміз Самат Қайырденұлы. Жалпы мерекеге орай еліміздің барлық аймағында түрлі мәдени танымдық шаралар әлі де жалғасын табуда. Олардың бір қатарына біздің өңірлердегі тілшілеріміз де қатысып, халықтың мерекелік көңіл-күйін біліп қайтты. Қазір батыстан Ардақ Айбарұлы бізбен байланыста. Ардақ, мереке құтты болсын. Алғыс айту күнін Ақжайық жұрты жалпы қалай тойлап жатыр? Рахмет Бауыржан, көктемнің алғашқы күні елімізде міне осындай айтулы мерекемен басталды. Алғыс айту күніне арналған көпшілік шараларға Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері белсенді атсалысуда. Олар таңмен мұнайшылар саябағындағы қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қойып, салтанатты жиынға келген ел азаматтарына алғыс айтты. Қазақтың даладай дархан көңілінің арқасында аман қалдық. Осында тұрақтап, тамыр жайып, ұрпақ өрбіттік. Қазақ халқының алдында біз мәңгі қарыздармыз. Сіздерге айтар алғысымыз шексіз дейді Ақжайық өңіріндегі корейлер қауымдастығының өкілдері. Алғыс айту күніне арналған шаралар одан ары қарай Сырым Датов алаңындағы 600 адам қатысқан театрландырылған көрініске ұласты. Ол мәңгілік ел идеясынан туындайтын қазақстандық құндылықтарға негізделген. Облысымызда мерекелік шаралар әлі жалғасып жатыр. Мен сөз тізгінін енді павлодарлық әріптесім Ақмарал Есімхановаға беремін. Ақмарал, ертіс жұрты мерекені қалай атап өтуде? Жалпы халықтың көңіл күйі қалай? Рахмет, Ардақ. Ертіс өңірінің тұрғындары алғыс айту күнін тойлауды таңертеңнен бастап кетті. Жүзді басқа тілегі бір ұлт өкілдерінің уыздай ұйыған бірлігін ту еткен шаралар өңіріміздің түкпір-түкпірінде аталып өтуде. Алғыс күнінен жас жеткіншектер де тыс қалмады. Мәселен, облыстық көркем сурет музейінде «Мен тәуелсіздіктің суретін саламын» атты көрме өтуде. Оған 100-ге жуық туынды қойылған. Көрменің ерекшелігі жайында музейдің қызметкері Бақытгүл Адылхан айтып береді. Бақытгүл, көрменің ерекшелігі қандай? Бүгінгі күнгі көрменің ерекшелігі ол көркем сурет мектептерін және де жас балабақша бүлдіршіндерінің осы тәуелсіз елді өз көздерімен, өз қиялдарымен көруі, ашық жарқын қызылды жасылды түстерді пайдаланып, осындай таң-тамаша суреттер ұсынып отыруы ол ерекшелік болып саналады. Рахмет, Бақытгүл. Осы тектес шаралар ертіс өңірінде кешке дейін жалғасын табады. Мемлекеттік мекемелерде қайырымдылық шаралары мен концерттер ұйымдастырылса, қалалық мәдениет сарайында үлкен гала-концерт өтеді. Оған 40-қа жуық этномәдениет бірлестіктерінің өкілдері қатысады. Ал мен сөз кезегін семейлік әріптесім Болат Көкенайұлына беремін. Болат, шығыс жұрты алғыс айту күнін қалай мерекелеуде? Рахмет, Ақмарал. Ассаламағалейкум, ардақты ағайын. Алаштың көне астанасы, еліміздің мәдени, әдеби орталық саналатын Семейде де бүгінгі алғыс күні ерекше аталып өтті. Ал қаланың перзентханаларында сүйінші деп аталатын шара өтті. Осы күні дүниеге келген сәбилерге қаланың белсенді азаматтары сый-сияпат жасап, аналарды арнайы құттықтады. Перзентханаларда 15 нәресте, 6 ұл, 9 қыз жарық дүниеге есігін ашты. Жақсы, таңертеңнен бастап осы мейрамды атқарып жатырмыз. Бүгінгі күн ерекше бөлек болып жатыр біз үшін. Күнде осылай болса артық емес, біздің жұмысымызға ол оң жағынан әсер етеді деген үміттемін. Бұл сәбилерге ата-аналардың кейбіреулері Рахметбек, Алғыспай, немесе Достық сияқты есімдерді береміз деп жатты. Қалай десек те, еліміз тәуелсіздігінің 25 жылдығында алғыс айту күнінде дүниеге келген сәбилердің болашағы жарқын болатынына сенімдіміз.
Бізде мереке осылайша керемет жағдайда өтті. Сөз кезегі өздеріңізде. Астана. Рахмет Болат, сізді де мерекеңізбен құттықтаймыз. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.